Бәрекелді. Мінекей, қос команданың да палуандары дайын, төрешінің ысқырығы берілді, ойын басталды. Мінекей, байқағандарыңыздай, Серкеге талас. Дәл қазір Серке 3-ші нөмірлі Сайлау Бекасылдың тақымында Дәукей Көкпар командасының белді мүшесі. Мінекей, астындағы сәйгүлігімен қазандыққа ыңғайланып, тұспалдап, ақырындап, басып келіп, бәрекелді. Серкені қазандыққа салып үлгерді. Сайлау Бекасыл есеп ашық. Дәукей Көкпар клубыны қоржынына 1 ұпай. Есеп 1-0. Бәрекелді, тамаша тартыстың соңы аутқа келіп соқты. Серке Жанболат Мырзаның тақымында еді. Мінекей қазір ортаға шеңберге тасталынып, жекпе-жектен ойын басталады. Жекпе-жекке әдеттегідей Дәукей Көкпар командасынан 2-ші нөмірлі Дархан бауырымыз шығады. Серкеге талас тамаша өтуде. Қошеметтеріңіз болсын. Көрермендер қиқулап қошеметтеп отырайық Қанекей. Бәрекелді, қошеметтеріңіз болсын. Мінекей, Дархан Мырза өзінің айласын асыра білді. Серкені тақымдады. Енді төрешінің ысқырығы орын алды. Жекпе-жекте бұл жолы 1-ші нөмірлі Ақтаев Данияр Мырза. Және де сонау Ұзынағаштан келген Төлен Алдияр жекпе-жекте өнер көрсетеді. Алдиярдың тамаша ілген сәтіне баршамыз куә болдық. Серке тақымда ендігі мақсат қазандық. Бәрекелді, мінекей атын қамшылап қазандыққа қарай бұрып барады. Дегенмен Данияр Мырза қорғаушының рөлін тамаша атқарды. Бұл жолы жекпе-жекте өнер көрсететін Ұзынағаштан келген орынбасар Елжан Мырза мен Дәукей Көкпар клубының белді мүшесі Үсен Дархан. Мінекей Сайлау Бекасылдың тақымында. Серке қазіргі сәтте қазандықта меңзеп тұр. Алайда ойын іске асыра алар мекен? Бәрекелді, қошеметтеріңіз болсын. Сайлау Бекасылдың орындауында. Мінекей, төрешінің ысқырығы берілді. Мінекей, Серкенің маңында алыс тартыс басталып кетті. Қай команданың азаматы Еңкей біріншілер екен. Мінекей, бірінші болып сонау Ұзынағаштан келген Төлен Алдияр Мырза тақымына Серкені басып үлгерді. Енді қазандыққа қарай беттейді. Алдияр Қанекей салынды, соңына дейін жеткіз. Алдиярдың командаластарынан көмек байқалмай тұр. Бәрекелді, Жанболат Құлғытановтың Алдиярдың тақымынан Серкені қалайша суырып алғанын бәріміз көрдік.
Бәрекелді. Үсен Дарханның тақымында Серке. Ал Дархан. Ашық қалдың ашық. Бәрекелді мінекей. Әукей Көкпар клубының ойыншылары. Тек салым салуды емес, әдемі ойын көрсетуді де мақсат тұтқанын баршамыз байқап тұрмыз. Өйткені дәл футболдағыдай бір-біріне пас беріп үлгеріп жатыр. Мінекей Данияр Мырзаның тамаша салымы. Қошеметтеріңіз болсын. Бірінші таймның аяқталуына 1,5 минут уақыт қалды. Бәрекелді. Сайлау Бекасыл шауып келіп Серкені іліп, оны қазандыққа лақтырып та үлгерді. Қошеметтеріңіз болсын. Палуандарға тағы ескерту, сызықтан аспаймыз. Төрешінің ысқырығы естілмейінше. Бәрекелді. Мінекей Данияр Мырзаның ілгенін көрдік. Ал енді атын оңтайлап, ыңғайлап келіп қазандыққа ойынды аяқтайды деп сенеміз. Ал Данияр Мырза қанекей. Қошеметтеріңіз болсын ағайын. Бәрекелді. Ду қол қошемет. Қос команданың балуандары уақытты қаперінде ұстаса деген ниеттеміз. Бәрекелді. Мінекей Ұзынағаштан келген 12-ші нөмірлі Азамат жерден іле сала тақымға басып үлгерген еді, алайда қарсылас команда оны алаңнан шығарып тастады. Енді ойын әдеттегідей ортада шеңберден жекпе-жектен басталады. Жекпе-жек. Мінекей шауып келіп бірден Үсен Дарханның ілген сәтін көрдік. Одан кейін Сайлау Бекасылға пас берді. Енді Сайлау Бекасыл оның тақымына басып, 2-1 қарсыласты. Оң жағына қалдырып, қазандыққа жалғыз келіп мінекей салымын салмақшы. Бәрекелді. Салым да болды, уақыт та болды. Мыңда бір рахмет. Қошеметтеріңіз болсын. Есеп 6-0. Замена! Мінеке құрметті көрермен, Серкені алғашқы болып Ұзынағаштық 10-шы нөмірлі Әділбек Нұркен тақымына басты. Алайда істі аяғына дейін жеткізе алар мекен. Сұрақ сол жерде. Қазандықтың ауысқанын ескерсек, Әділбек Нұркен осы жаққа келіп салу керек. Бәрекелді. Әділбек Нұркен әлі де артындағы қарсыластарын шаң қаптырып, шапқылап, ешкімге жеткізер емес. Мінекей намысқа тырысқан
Әділбектің сәтін көрдік алайда. Тәукей Көкпар командасының қорғанысы осал емес екенін ескеру керек. Мінекей Нұркеннің ойын аяқтауына аты сәл ыңғай танытпаған сыңайлы. Бәрекелді мінекей. Тәукей Көкпар командасының қорғанысын көрдіңіздер, қалай жұмыс істейді. Екінші таймның басталғанына 2 минут уақыт болды. Есеп 6-0. Әзірше ойын Тәукей Көкпар командасының қоржынында. Мінекей Дархан Үсен қоржынында. Дархан Үсен тақымындағы серкесін дайындап қазандыққа салуға бет бұрды. Мінекей Сайлау Бекасыл пасты өзіне қабыл алды. Қазандыққа шауып барып, ойында аяқтай алар мекен? Бәрекелді мінекей. Бәрекелді Данияр Ақтаев мырза, мінекей серкені ілді де, апарып салды да. Жеттер асықпайық, төрешінің ысқырығынсыз шауып кетуден аулақ болайық. Бәрекелді мінекей. Серкенің қасындағы тартыс. Бәрекелді мінекей. Оныншы нөмірлі ұзынағаштық Әділбек Нұркеннің созылып тұрып білген сәтін көрдік. Қазандыққа қарай бет алды. Бәрекелді міне қазандыққа ыңғайлануда. Артындағы дүйім жұртты өз артынан шаңғап тұрып, алдап, шапқылап жүргенін баршамыз көріп тұрмыз. Енді салымды салатын уақыт келді. Ыңғайлай алар мекен? Сайлау Бекасыл алайда қарсыластың тақымынан серкені жұлып алды. Енді ойынды соңына дейін жеткізіп салымды болады деп көрермен сеніп отыр. Бекасыл қайтер екен. Бәрекелді мінекей. Асықпай, аптықпай келіп, серкені қазандыққа қойып берді. Төрешінің ысқырығынан кейін басталады. Бәрекелді мінекей. Сынау ақындар мен батырлар елінен келген бірінші нөмірлі Төлен Алдияр серкені тақымына басты. Енді салымды аяқтай алар мекен? Уақыт мінекей. Жанболат Құлғытановтың орындауындағы соңғы салыммен бірге уақытта аяқталды. Есеп 10-0.